Мәскеудің Қазақстанға жүргізген саясатының салдарын тәуелсіз еліміз әлі күнге дейін еңсере алмай келе жатқан мақсатты әрі бірізді отаршыл процесс. Мен айтайын деген нәрсе жалаң эмоцияда, құрбан кейпіне ену де, құр байбалам да емес. Әр тармақтың артында миллиондаған адамның тағдыры, күйреген қоғамдық құрылым және күшпен үзілген ұлттық даму жолы жатыр. Сондықтан кеңестік кезеңде тек ортақ тарих немесе күрделі дәуір деген бейтарап сөздермен бүркемелеуге болмайды. Біріншісі, 1919-22 жылдардағы ашаршылық, алғашқы демографиялық соққы. Кеңес өкіметі қазақ даласына азаттық емес, азық-түлік пен малды күшпен тәркілеу саясатын ала келді. Азық-түлік салғырты азамат соғысы кезіндегі шаруашылық күйзелісі мен құрғақшылық қабаттасып, жаппай ашаршылыққа ұласты. Орталық пен армияның қажеттілігі үшін астық, мал және жем-шөп тартып алынды. Ғасырлар бойы қалыптасқан шаруашылық жүйесі бұзылып, індет пен босқыншылық күшейді. Зерттеулерде сол кезеңдегі адам шығыны 400-750 мың аралығында бағаланады. Бұл Қазақстанның демографиялық және экологиялық, экономикалық тепе-теңдігіне жасалған алғашқы жүйелі соққы болды. Екіншісі, 1930-33 жылдардағы ашаршылық, ұлттық апат. Күштеп ұжымдастыру мен көшпелі халықты зорлықпен отырықшыландыру Қазақстанда алапат әлеуметтік экспериментке айналды. Зерттеушілер адам шығынының шамамен 1,5 миллион деп бағалайды. Олардың 1,3 миллионға жуығы қазақтар болды. Кейбір демографиялық есептерде жалпы шығын 2,3 миллион адамға дейін жетеді. Бұдан бөлек 100 мыңдаған қазақ Қытайға, Монғолияға, Ауғанстанға және көршілес кеңестік республикаларға босып кетуге мәжбүр болды. Мәскеу көшпелі қоғамның ерекшелігін біле тұра елемеді, ал апаттың ауқымы анық болған кезде де саясатты тоқтатпады. Нәтижесінде қазақ халқы өз жерінде азшылыққа айналды. Бұл жай ғана басқарудағы қателік емес, адам өмірін идеологиялық жоспарға құрбан еткен қылмыстық саясат еді. Үшінші, ұлттың экономикалық негізін жою. Мал шаруашылығы қазақ қоғамының негізгі экономикалық тірегі болатын. Ұжымдастыру қарсаңында Қазақстанда 40,5 миллион бас мал болған. 1930 жылдың басында оның 4,5 миллионы ғана қалды. Мал басының шамамен 90% санаулы жылда жойылды. Малмен бірге қазақтың шаруашылық дербестігі, көшіп-қону жүйесі, дәстүрлі еңбек бөлінісі және әлеуметтік байланыстары да күйреді. Адамдарды күнкөріс құралынан айырып, кейін ашаршылыққа ұшыратқан жүйе қазақ қоғамын Мәскеуге толық тәуелді етті. Бұл экономикалық реформа емес, тұтас бір өмір салтын күшпен талқандау еді. Төртінші, депортациялар мен демографиялық отарлау. 1930 жылдардың соңынан бастап Қазақстан КСРО-ның күштеп қоныс аудару аймағына айналды. Орталықтың шешімімен кәрістер, немістер, шешендер, ингуштар және басқа да халықтардың миллионнан астам өкілі Қазақстанға жер аударылды. Депортацияланған халықтардың өзі де сталиндік жүйенің құрбаны болды. Бірақ Мәскеу оларды орналастыру кезінде жергілікті қазақ қоғамының мүмкіндігін де келісімін де есепке алған жоқ. Ашаршылықтан кейінгі демографиялық күйреу, депортациялар, индустрияландыру және орталық ұйымдастырған жаппай көші-қон нәтижесінде 1959 жылы қазақтардың өз республикасындағы үлесі шамамен 30%-ға дейін түсті. Халықтың этникалық құрылымын орталықтың әкімшілік шешімдерімен өзгерту отаршыл басқарудың анық белгісі. Бесінші, репрессия және ұлттық элитаны жою. 1921-1954 жылдардағы Қазақстанда саяси айыптармен 100 мыңға жуық адам сотталып, 25 мың адам ату жазасына кесілді. Репрессияның ең жойқын кезеңі 37-38 жылдарға тұспа-тұс келді. Алаш қайраткерлері, мемлекетшіл зиялылар, мұғалімдер, ғалымдар мен қаламгерлер жойылды. Қазақстан аумағында Карлаг, Степлаг және Алжир секілді ГУЛАГ жүйесінің ең ірі лагерлері орналасты. Мәскеу жекелеген адамдарды ғана жазалаған жоқ. Ол қазақ қоғамының өз ойын қалыптастыратын, өзін-өзі ұйымдастыратын және ұлттық мүддені қорғайтын саяси әрі интеллектуалдық қабатын қиратты. Ашаршылық ұлттың тәнін әлсіретсе, репрессия оның басын шапты. Алтыншы,
тіл мен тарихи жадты отарлау. Кеңестік тіл саясатын тек сауат ашу деп көрсету, оның екінші бетін жасыру. Қазақ жазуы қысқа мерзім ішінде 3 түрлі графиканы бастан өткерді. Араб жазуы латынға, кейін латын кириллицаға ауыстырылды. Соның салдарынан жаңа ұрпақ бұрынғы жазба мұраны түпнұсқадан оқи алмайтын жағдайға түсті. Білім беру, ғылым, мемлекеттік басқару және қала өмірі біртіндеп орыс тіліне көшірілді. Қазақ тілі тұрмыстық және ауылдық деңгейге ығыстырылды. Жер, су атаулары өзгертіліп, елді мекендерге империялық атаулар берілді. Қазаққа ұлттық киім киіп, домбыра тартуға рұқсат етілді, бірақ өз тілінде толыққанды саяси және ғылыми кеңістік құруға мүмкіндік берілмеді. Бұл мәдени даму емес, орыстандыру арқылы жүргізілген отарлық ассимиляция еді. 7. Тың игеру. Тың игеру демография мен жерге жасалған қиянат. Тың игеру кеңестік насихатта үлкен экономикалық ерлік ретінде көрсетілді, алайда оның құнын Қазақстан төледі. Республикаға миллиондаған адам көшіріліп, әсіресе солтүстік өңірлердің тілдік және демографиялық келбеті түбегейлі өзгерді. Қазақ мектептері жабылып, қазақ тілі қоғамдық кеңістіктен одан әрі шеттетілді. Даланы ғылыми негізсіз жаппай жырту миллиондаған гектар жердің жел эрозиясына ұшырауына, топырақтың құнарлы қабатының бұзылуына және шаңды дауылдардың күшеюіне әкелді. Мәскеуге қысқа мерзімде астық керек болды, ал Қазақстан жерінің ұзақ мерзімді тағдыры ешкімді алаңдатпады. 8. Қазақстан империяның сынақ алаңы. Кеңес билігі Қазақстанның ұлан-ғайыр аумағын әскери эксперименттер полигоны ретінде пайдаланды. Семей ядролық полигонында 1949-89 жылдар арасында 456 ядролық сынақ жүргізілді. Ресми бағалаулар бойынша радиациялық әсерге шамамен 1,3 миллион адам ұшырады. Саршаған, Азғыр және Возрождение аралындағы нысандарда зымырандық, ядролық және биологиялық бағдарламалар жүзеге асырылды. Жергілікті халыққа сынақтардың шынайы қаупі түсіндірілмеді, ал оның денсаулығы мен қауіпсіздігі империялық әскери мүддеден төмен қойылды. Қазақстан Мәскеудің келісімінсіз ештеңе шеше алмайтын, бірақ оның қауіпті тәжірибелерінің барлық зардабын көтеретін аймаққа айналды. 9. Байқоңыр. Прогресс пердесінің ар жағындағы шындық. Байқоңыр адамзаттың ғарышқа жол ашқан орны ретінде тарихқа қалды. Бірақ бұл жетістіктің экологиялық және адами құны туралы кеңестік насихат үнсіз болды. Зымыран апаттары, далаға құлаған бөлшектер және протон секілді зымырандарда пайдаланған аса улы гептил Қазақстан аумағына тұрақты қауіп төндірді. Апаттар кезінде улы отын қалдықтары қоршаған ортаға тарап, жер мен халық денсаулығына әсер етті. Ғарыштағы жетістік Мәскеудің мақтанышына айналды, ал оның тәуекелі мен экологиялық салдары қазақ даласына қалды. 10. Арал қасіреті. Арал теңізінің тартылуы 20 ғасырдағы ең ірі экологиялық апаттардың бірі. Кеңестік жоспарлаушылар мақта шаруашылығын ұлғайту үшін Әмудария мен Сырдария суын орасан көлемде егістікке бұрды. Соның салдарынан бір кездері әлемдегі 4-ші ірі көл болған Арал бірнеше бөлікке бөлініп, оның эко-жүйесі мен балық шаруашылығы күйреді. Теңіз табанынан көтерілген тұз бен улы шаң халықтың денсаулығына, ауыл шаруашылығына және бүкіл аймақтың климатына әсер етті. Мәскеу мақта жоспарын орындады, ал Қазақстан мен Орталық Азия халықтарына экологиялық апат қалдырды. Бұл тізімді әрі қарай да жалғастыруға болады. Шикізатты орталыққа тасуға бейімделген экономика республиканың өз байлығына толық иелік ете алмауы, Мәскеуге кадрлық және саяси тәуелділік, қазақ тарихының империялық қалыпқа салынып жазылуы. Бірақ негізгі қорытынды айқын: Кеңес одағы Қазақстанды тең құқықты субъект ретінде емес, шикізат көзі, көші-қон аумағы және әскери сынақ алаңы ретінде пайдаланды. Кеңестік кезеңде зауыттар, қалалар мен инфрақұрылым салынды деген уәж осы қылмыстарды жоққа шығармайды. Өйткені отарлаушы империялардың бәрі жол, темір жол және өндіріс орындарын салады. Мәселе олардың салынғанында емес, кімнің мүддесіне қызмет еткенінде және оның құнын кім төлегенінде.
Біз өткенді өш алу үшін емес, оның бүгінгі салдарын түсіну үшін ашық айтуымыз керек. Қазақ тілінің қазіргі жағдайы солтүстіктегі демографиялық теңсіздік, экологиялық апаттар және ұлттық тарихи жаттың үзілуі аяқ астынан пайда болған жоқ. Бұлардың бәрі кеңестік отарлау саясатының жалғасып жатқан салдары. Кеңес империясына тарихи және саяси баға беру халықтың арасындағы өшпенділік емес, тағы да қайталап айтайын. Бұл құрбандар алдындағы міндет, ұлттық сананы қалпына келтіру және тәуелсіздіктің шынайы мағынасын түсіну. Өз басынан өткен қасіретке ат қоя алмаған халық оның салдарынан да толық арыла алмайды.